Бүгін Таразда бірнеше тойхана иелері мен оларда істейтін жүздеген жұмысшы бас көтерді. Олардың басты талабы тойға тоқтам тыйылсын. Талаптарын тыңдатпақ болғандар арасында тойхана иелерінен бөлек өзге де кәсіпкерлер де бар. Қолдарына түрлі плакат ұстаған тараздық бірнеше мейрамхана иелері мен жұмысшылары той тоқтамасын, жұмыс керек деп жазып алған. Олар шектеу шараларына дейін тойхана арқылы табыс тауып келген. Әсіресе қаржыдан қағылған қарапайым жұмысшылардың қарасы қалың. Той тоқтап жұмыс жүрмегелі күн көрісіміз күрт қиындады дейді. Біз қалай бәрімізге 150 мың қосып, Меруерт Лештаеваның төлеп отырған ақшасын төлесін 150 мың. Мысалы мен 10 жыл істеп, 3 бөлмелі квартира алған анамын. Студент 550 мыңға қызымды оқытып отырмын. Мен кімге сүйенем, менің азаматым жоқ. Кім соны мен кімнен алуым керек ақшаны? Жиналғандар онсызда дәстүріміз дәріптелмей, салтымыз сақталмай бара жатқанда тойға тоқтам салу ұлттық құндылығымызға жасалған қиянат деп санайды. Наразы топтың арасынан тіпті той тізгін ұстаған тамадалар да табылды. Арызын айтқан асабалармен қатар азық-түлікпен айналысатын кәсіпкерлер де бар. Олар кәсібінің басым бөлігі той томалақ тапсырысынан түсетінін айтады. Бір университет үлкен білім ошағында 3000 студент кіріп шығып оқып жатыр. Ол жерде 300 адам мұғалім, күніге той. Мен енді айына 1 миллионы кем табыс таппайтын. Соншама қысым көрсетіп, шаш ал десе бас ал деп сондай әрекетке бару ерсі қылық. Күнкөрісіміз қиындап кетті айтқанда. Қазақстан үкіметтен осыны сұранысымыз осы тойханаға рұқсат берсін. Кемі көп адам болмаса да 50-200 адам рұқсат берсін. Шығынға шаш етектен батып миллиондап қарызға кірген шаһардағы ең ірі тойхана қожайындарының бірі Меруерт Лештаева. Ол кәсібін дөңгелетіп қана қоймай, 50-ден астам адамды жұмыспен қамтып келген. Бүгінде несие мен салық төлемдері қалтаны қағып бітті деп қапалы. Президентімізге, министр Цойға, Санврач Киясовқа, мәжіліс депутаттарына, Нұр Отан партиясының жетекшісі Байбекке 5 кісіге жолдауымыз, өтінішіміз. Бұны акимат шешетін тірлік емес. Мен оны түсініп отырмын. Бұны постановление санитарного врача Казахстана шешетін тірлік. Бұл министр Цойдың шешетін здравоохранение Цойдың шешетін тірлігі. Бұл біздің гарант нашей конституции президент Тоқаевтың шешетін тірлігі. Бас қосқандарға басу айтпақ болып, 2 орынбасарда ендіге жетіп келді. Шылғыбаевтың жіберген кадрлары қаланың қызыл аймақта екенін еске салып, талап тілегін айтқандарды тарқатпақ болды. Сіздерге бір апта ішінде жауап береміз. Уақыт беріңіздер. Вопрос в том, что не против тоев, а против безопасности, чтобы вопросы люди не болели, не заражали друг друга. Посмотрите, каждый второй человек, который болеет, спросите, ты где заразился? На тое заразился. На мероприятии. Как неправильно? Вы были в больнице в инфекционной? Вы видели, когда люди умирают? Посмотрите на них и спросите, где они заразились. Жан айқайларын жеткізбек болған тойхана иелері айтқан арызымыз мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа жетсе дейді. Арызымызға немгетті ниетпен қарамай дұрыс шешім шығарса деген үмітте. Шерхан Абзалы, Нұрлыбек Ержанұлы, арнайы Жамбыл медиа хабар агенттігі үшін.